Қайырлы күн достар, бүгін біз өте үлпілдек, жұмсақ булочкилер дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа сүтті, аштықыны, қантты салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Үстіне ұн қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын массамыздың бетін көтерілгенше жауып қоямыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны, тұзды, қантты салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майды салып, тағы да араластырамыз. Сосын көтерілген апарамыздың үстіне жаңағы жұмыртқалы массаны салып, екеуін араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне ұнды массаны електен өткізе отырып, қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымыздың үстіне сұйық май құйып, тағы да илеп аламыз. Қамырымыздың бетін көтерілгенше жауып қоямыз. Көтерілген соң алып, бірнеше бөлшектерге бөліп, домалақтап шығамыз. Бір дөңгелек қамырымызды алып, қолымызбен жаямыз. Ортасына салмасын салып, бекітеміз. Әрқайсысын осылай істеп шығамыз. Бөлкелерімізді пергамент қағазына орналастырып, бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Енді посыпка дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май керек болады. Қолымызбен крошка жасаймыз. Дайын болды. Енді булочкаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып, посыпка себеміз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің мамықтай жұмсақ булочкаларымыз дайын. Ас болсын, сіздермен болған Раушан.